Сәлем достар, бүгін сіздерге осындай бір жасағаннан әдемі, сочный әрі дәмді болып шығатын тюльпан самсаларын жасап көрсетемін. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментария жазып, каналға тіркеліп кетіңіздер. 500 грамм ұнға 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық қопсытқыш салып, жақсылап араластырамыз. 180 грамм сары май салып, ұн менен сары майды жақсылап біріктіреміз. 200 грамм қаймақ қосамыз. Менде қаймақ 20%. Сіздер қалаған пайыздағы қаймақты қоссаңыздар болады. Осылай жақсылап араластырып, қамыр жасаймыз. Осылай қамырымыз дайын болды. Начинкасын дайындап болғанша қамырымызды тындырып қоямыз. Начинкасына 2 үлкен пиязды осылай кубиктап турап аламыз. «300 грамм фаршқа туралған пиязымызды салып, тұз саламыз, бұрыш саламыз, және де қалауларыңызша приправалар да қоссаңыздар болады. Осылай жақсылап араластырамыз. Тестамыздан осындай шариктар жасаймыз. Жасаған шариктарымыздың барлықтарын осылай домалақ қылып жаямыз. Ортасынан осыны пышақпен кесіп, бір бұрышына начинкасын салып, айналдырып ораймыз. Осылай астын жақсылап түйеміз. Қалған шариктарымызды да осылай домалақ қылып жайып түйеміз. Самсамыздың барлықтарını осылай түйіп алдық. Бетіне жұмыртқа жағамыз. Сосын қалауларыңызша күнжіт сепсеңіздер болады. Духовканы 180 градуста қыздырып қоямыз. Қызып тұрған духовкаға 180 градуста 35-40 минут пісіріп аламыз. Самсаларымыз дайын болды. Осындай бір жасағаннан әдемі, сочный,
дәмді әрі жұмсақ болып шықты. Міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Күйеуім самсаларды жеп дәмін көрді. Оған өте ұнады. Міндетті түрде жасап көрулеріңізді кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетіңіздер.